Сен облигация сатып алдың, не болмаса облигация сатып алғың келіп жүр, яғни инвестиция жасағың келіп жүр, бірақ ол жерде риба бар екенін білесің ба? Риба шариғатымызда өте үлкен ауыр күнәлардың қатарына жасады. Мен Олжан Маратқызы, Қазақстандағы ең алғашқы халал трейдинг эксперті. Дәл қазір саған жалпы облигация не үшін харам, облигацияның жаңағы халал қандай альтернатива түрі бар, жалпы облигация деген не деген дүниені толыққанды ашып көрсететін боламын, бөлісетін боламын. Енді жалпы облигация дегеніміз ол не? Ол қарыз беру. Яғни сен қарыз берушісің, және де қарыз алушы бар. Қарыз алушы саған алған ақшаңның үстіне қандай да пайызды мөлшерлемен қайтаруды уәде береді. Осыны қарапайым тілмен облигация деп атасақ болады. Облигацияның бірнеше түрі бар. Ең алғашқысы сол бірегейі және де өте көп кездесетін түрі ол мемлекеттік облигациялар және корпоративтік облигациялар. Мемлекеттік облигациялар деген сөз, яғни сен мемлекетке не істейсің? Қарыз бересің. Мемлекет саған жылдық өсімдік пайызбен, мысалы 10 айда саған 10 пайызбен не ақшаңды қайтарып береміз деп уәде береді. Сол бойынша сен не істейсің? Салған ақшаңды, берген ақшаңды үстіндегі пайызбен қайтарып аласың. Корпоративті облигация, яғни облигациялардың түріне қарай, бұлар типтеріне қарай рискісі жоғары, рискісі төмен болып жаңағыдай бөлінеді. Мысалы мемлекеттік облигация рискісі төмен, қауіпсіз болып қарастырылса, ал корпоративті облигациялар пайызы үлкен жоғары болуы мүмкін, саған уәде етілген беретін, бірақ олардың рискісі де соған сай болады. Корпоративті облигациялар деген сөз компанияларға жеке, мысалы сен қолданатын Apple, мысалы телефоның бар, осы телефонның жаңағы Apple компаниясының акция құнды қағаздары да бар, және де жаңағыдай Apple компаниясы өзінің ары қарай кеңейту үшін, ұлғаю үшін өзіне істейді инвестиция, яғни облигацияларын шығарады. Облигацияларын шығарған кезде саған қандай да бір жылдық табыста пайыз, қандай да бір пайызда уәде беріп, не істейді? Облигациясын ұсынатын болады. Сен жеке сол компаниясының облигациясын сатып аласың, және де сен сатып алғаннан кейін уәде еткен жаңағыдай не пайыз міндетті түрде саған берілетін болады. Мысалы сен мемлекеттік облигация не болса, корпоративті не болса басқа типті облигация алдың, маңызды емес. Сен не істедің? $1000 сол облигацияны сатып алдың. Саған мемлекет не болмаса корпоративте басқа да облигацияның типтері жылдық пайыз 10%, 15%, мүмкін 5%, әр жаңағыдай облигациялардың түрінің пайыздары әртүрлі болады. Уәде береді, және де сен мысалы 1 жыл бұрын сатып алатын болсаң, 1 жылдан кейін, немесе 10 айдан кейін саған сол уәде етілген 10%-ды үстінен береді. Яғни $1000 сатып алсаң, үстінен $100 қосып береді. $1100 не істейсің? Ақшаңды қайтарып аласың. Бұл харам. Неге харам? Себебі бұл жерде ақша беру арқылы, қарызға ақша беру арқылы, сол берілген қарыз ақшаның үстінен өсім мен пайда табу арқылы, және табыс табу жолы. Бұл шариғатымызда құпталмайтын бағыт болып табылады, және де бұл риба жалпы біздің ислам дінінде өте ауыр күнәларының қатарына жатады. Енді әрине бірнеше бағытта инвестиция қаржылай сауаттылықта, инвестиция жасаудың бағыттарында осылай облигация қарастырылады, және де рискісі бойынша қауіпсіз бағыт болып та қарастырылады. Жаңағыдай былайша айтқан кезде рискісіне сай, тәуекелділігіне сай, жаңағыдай пайдасы да, пайызы да өте үлкен емес. Мысалы акциялардың жеке компаниялар құнды қағаздарын алғанша, облигацияны алатын болсаңыздар, олар гарантиямен мысалы пайызды уәде етіп, сол пайызбен ақшаны қайтарады. Қайтарғанымен бұл жерде сіз ақшаны бір құнды қағазды иелік ету, не болмаса бір активке иелік ету түбінде жоқ, тек қана ақшаңызды беріп, сол ақшаңыздың үстінен пайыз алатын болғандықтан бұл жерде риба, өсімқорлық деп шариғатымыз қолдамайды. Енді облигацияның, жалпы облигация жасамасам болмайды. Облигация жасай бір жаңағы инвестицияға салған ақшамның бір бөлшегі облигацияда тұрсын, солай бір портфелімді, жалпы инвестициямды қауіпсіз түрде, ақшамды, жалпы байлығымды қауіпсіз түрде басқарам дейтін болсаңыз, облигацияның халал альтернативасы ол сукук. Сукук деген ол не дүние? Мысалы облигацияда сіз қарыз ақшаны беріп, қарыздың үстінен, ақшаның үстінен пайыз алып табыс табатын болсаңыз, ал сукукта сіз яғни сол компанияның бір үлескері боласыз. Шын мәнде активке иелік етесіз. Енді сукук пен облигацияның екеуінің айырмашылығын қарайық, және де ол жердегі проблема не? Облигацияда бағанағыдан бері айтып жатқанымда, сіз қарыз бересіз мемлекетке, не болмаса компанияға, маңызды емес, қандай бірнеше облигацияның түрлері бар. Сол ақшаны беру арқылы қарапайым айтайыншы микрокредиттер. Мысалы сіз керісінше жаңағыдай мемлекетке, не болмаса жаңағы жеке компанияларға қарыз ақша беру арқылы үстінен пайыз қосып
қосып табыс тауып жатсаңыз, микрокредит, мысалы сіз кредит алатын болсаңыз, үстінен не істейсіз, пайызбен қайтарып бересіз ғой. Дәл осы процесс осы қарапайым облигацияда жүретін болады. Ал сукукта сіз не істейсіз? Бұл жерде сукукта қандай да бір активке иелік етесіз. Сол жаңағыдай компанияның ғимараты болуы мүмкін, не болмаса сол компанияның қандай да бір кәсібінің үлесін сіз не істейсіз? Өзіңізге иелік етесіз. Облигацияда берген пайызыңыздың, ақшаңыздың үстінен пайыз арқылы, өсім арқылы табыс табатын болсаңыз, ал сукуктың айырмашылығы сол компанияның табысы, жаңағы иелік етілген кәсібінің жаңағыдай нақты табысы арқылы табыс табатын боласыз. Әрине сізде облигацияда нақты бекітілген, уәде етілген пайыз болатын болса, сукукта сол компанияның жаңағы иелік етілген жаңағы кәсіпті сатып алдыңыз ғой, былайша қарапайым тілмен айтқан кезде, соның табысынан сізге бір нақты уәде алдын ала берілмейді. Өйткені бұл бизнеске қарапайым тілмен айтқан кезде ақша салдыңыз, сол кәсіптің табысы қалай болады, сол кәсіптен сізге өз жаңағыдай бір бөлшегін бөліп беретін болады. Риск жағынан қарастыратын болсақ, облигация орта рискті төмен деп қарастырылады, ал сукуктың несі рискісі орта болып табылады. Енді бұл видеода мен сукук сатып алыңыз деген дүниені айтқым келіп тұрған жоқ. Егер сіз инвестиция жасауда бірнеше бағытты таңдап, осы облигацияның альтернативасы сукукты таңдайтын болсаңыз, бірақ сукукты міндетті түрде қарау керек. Әрбір сукукты сатып алатын адам сауатты түрде компанияны толыққанды зерттей алу керек. Себебі сіз бір компанияның бір үлесін кішкене болсын активін сатып алайын деп жатырсыз ғой. Сол сияқты ол компания қандай кәсіппен айналысады, ол кәсіп қаншалықты, қай уақыттан бері жаңағыдай жұмыс жасап жатыр. Сукуктың логикасы, қарапайым тілмен айтқан кезде, сол кәсібін, облигацияның да логикасы солай ғой. Мысалы, Apple компаниясы өзінің не үшін облигацияларын шығарады деген сияқты дүние компаниясына жаңа ақша тарту арқылы, сол ақшамен не істеу, ары қарай компания кәсібін кеңейту, күшейту. Сол компанияға ақша беру арқылы не істейсіз? Сіз егер облигация алатын болсаңыз, пайызбен қарыз берген ақшаңыз үстінен пайызбен аласыз. Егер сукук алатын болсаңыз, сол компанияның табысына не істейсіз? Сізде табысты алатын боласыз. Былайша айтқанда, компания сіз үшін жұмыс жасайды, бизнесті сол компаниядағы адамдар басқарады, не істейді? Сізге былайша айтқанда сол табыстан бір бөлшегін бөліп беретін болады. Сондықтан сукук алатын кезде өте мұқият болу керек дүние компания, яғни алайын деп жатқан сукукыңызды терең зерттеу керексіз. Компанияның қазіргі уақытта табысы қалай, капитализациясы қалай, жалпы компанияның құны қандай, қай бағытта жұмыс жасап жатыр, ол актуалды ма? Қанша уақыттан бері компания жаңағы сукуктың түсініп жатырған жаңағыдай тұрақты түрде жұмыс жасауда. Олардың кәсібі алдыға қарай дөңгелей алатындай қандай бір көрсеткіштер бар. Яғни сукукталарда да, облигацияларда маңызды емес, қай бағытта акцияларын аларда да міндетті түрде сауаттылық және де білім керек. Әрине мен қор нарықта сауда саттық жасап жүрген маман ретінде айтатын болсам, облигациялар яғни харам, бірақ оның альтернативасы сукуктарды инвестицияның бір типі деп қарастыруға болады және сатып алуға болады, бірақ өте мұқият болу керек. Жаңағы айтқандай сукукты, яғни қандай компанияның сіз сукугын алайын деп жатсыз, толыққанды зерттеп алу керек. Бірақтан да сонда айтушы едім, егер сіз компанияларды толыққанды, яғни зерттей алып, өте үлкен мүмкіндіктерді орта мерзімді инвестицияға жаңағыда ақшаңызды салып көбейтіп алу жолдары құнды қағаздар нарығында да мүмкіндіктер бар деп айтылатын едім. Және де сол құнды қағаздар нарығында да былайша айтқан кезде енді сукуктың облигацияның пайыздық мөлшерлемесі рискісіне сай төмендеу болады табысы. Ал акцияларды сіз егер біліміңіз болып толыққанды зерттей алатын болсаңыз, жылдықта, орта мерзімді 3 айлықта, 6 айлықта, орта есепті 30, 40, 100%-ға дейін өсім берген компанияларымыз бар. Сол компаниялар арқылы инвестиция жасау арқылы, оларды сатып алып сату арқылы кәсіп жасап, табыс табу мүмкіндіктері бар. Бірақ бұларды білімсіз ешқандай да жасауға болмайды. Сіз егер дәл қазіргі уақытта біздің Қазақстанда тренд болып жатқан, хит болып жатырған, биржа, инвестиция, трейдинг бағытында біліміңізді толықтырып, сол бағытта халал харамды ажыратып, халал харам
адамнан бөлек дұрыс білім алып, дұрыс ақпарат алып, қалай осыларға компаниялар, яғни бір компанияның құнды қағазын сатып алу, акциясын сатып алу деген сөз, ол компанияны целый толыққанды зерттей алу деген сөз. Осы зерттеу жолдарын қалай жасауға болады, оларды қалай дұрыс жасаған, жалпы жолдары қалай деген дүниелермен танысқыңыз келсе, мен сізге арнайы 3 күндік мини-курс жасап қойдым. Сол жерге кіріп, қарап, қатысып, өзіңізге керекті толық ақпаратты алсаңыз болады. Және де әрбір қазақстандық адам, 18-ге толған азаматтар мен азаматшалар өзіне дәл қазіргі уақытта Қазақстанда отырып, онлайн түрде шынайы реал брокерлермен Америка қор нарығына шығып, құнды қағаздарды да, жаңағыдай басқа дүниелерді иелік ете алады. Сол дүниелердің барлығымен танысу үшін мынау видеоның астында ссылка тұр, сол ссылкаға өтіп 3 күндік мини-курсыма қатыссаңыз болады. Сізге толық сол жерде қалай дұрыс жасалу жолдарын ашып көрсететін боламын. Сіздерге сәттілік, және де менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, себебі биржаға қатысты өте көп құнды пайдалы ақпараттарды бөлісетін боламын.